Ай, базарды, ема. Так. Қалай да? Ай. Алло, брат. Келшеше, мұнда нереально тұзыл жатыр ғой кәдімгі. Жо, брат, қолым бос емес, шауармен жүріп едім, үйге қазір продукт алам, анау, короче, движуха да сондай. Деловой деме? Барлық әлем прикольшен сәлем, видеоблогер болуға қазір айтып берем. Барлық әлем прикольшен сәлем. Қалайсыңдар? Менде сұрақ бар. Неге өмірде деловой адамдар көп болып кеткен? Теманы дұрыстап бассақ, менің атым Нұрболат, жасым 16, мен жүрісім деловой. Деловой адамдар шаруасы бар да, қолы бос еместердің да. Иә, деловой адамдар әртүрлі болады. Соның ішінде мен де бармын, и сендер де барсыңдар. Жоқ, шынымен де. Егер деловой болмасаңдар, нәпішінер болса. Елге пайда тегенше, сен мұнай, газ, анау. Иә, слишком қатты беріп көтін кешіріңдер. Қазір мен деловой адамдарды типтерге бөліп, жайлап түсіндіріп бастаймын. Ал енше кетті. Өтірік деловой адамдар. Олар өтіріктен бос емеспін деп айтатын адамдар. Мысалға, Брат, талашасың ба? шамайын брат, мен бос емеспін. Не істеп айтсың, қолым бос болмайтын. Ой, итегілер көмектесіп, все, давай, кетші. Осындай типтердің іштері пысады-ау деймін. Хотя жоқ, піспейтін сияқты. Но в любом случае қуат бар. Олардың сылтаулары никак бітпейді. Бесконечно. Тоқташ! Не лақтырып отырсың маған? Сылтауларың ғой? Шынымен де деловой адамдар. Оларда вообще уақыт жоқ. Анау-мынау десе тез айтып салады. Егер сондай типтермен просто қыдырып жүрсеңдер, ол сендерге Біз неғып жүрміз, дейді. Жай жүрміз, не болды да? Қуасың ба, уақыт зымырап отыру, үйге басу керек, шаруа бар, бітпеген әлі. Жақсы. Олар деловой болса да ақша сұрасаң қалталарынан вообще ақша тауа алмайсың. Мысалға бір затқа ақша қос десеңдер, ол всегда ақша жоқ деп айта салады. Сонда ол немен айналып жүр, тек Құдай білсін. Мамасының деловойы. Ну или әкесінің. И вообще ата-анасының деловойы. Ол тип ата-анасына вообще шықпайды. Ну, шықса да ата-анасының жұмысын істейді. Досым, короче, кетіп бір шауырға барып қайтайын. Паханың несі ол, шауысы ол. Мен как кеткім біліп, случайно жаңа үйге мамаша продукты қолға су құйды. Деловой деме? Серьезно? Құмырсқалай беріп қалды дейді. Алло! Стройкадамын, стройка. Ойлайтам ремонтаны. Келесі тип ол менің ойымша өтірік деловой қосу керек, бірақ жоқ, оған отдельный тип қосамын оған. Ол типтің аты резко план И дейді. Прикол ат табады екенсің сен. Прикольчики бар. Ол типтер бос емеспін, бірақ егер оған күшті предложение жасасын, уақыт таптым саған, саған уақыт таптым, все, болды, боспын деп айта салады. Ну или наоборот, оның қолы бос болады, саған көмектесуге дайын тұрады, ал сен болсаң оған жаман предложение айтып қойдың да, и ол резко планын өзгертіп жібереді. Бүгін боссың ба? Той бар еді. Как раз бос ем ғой бүгін. Кім той еді ол? Кімдікі болғанда Бизондікі. Бизон? Жөке, мен бала шағам бар, жүргізе алмайды екен мен оны, ренжімең. Осындай типтерді таптым сендерге, достар. Осы видео ұнаса, лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Деловой достарыңа жіберіңдер осы видеоны, немесе инстаграмға репост қылып салыңдар. Не деп кеттім дейсің? Окей, достар, сендермен болған мен, Нұрболат. Пока-пока, чао.